Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айман биыл 50-ге толған еді. Өмірдің талай белесін артқа тастап, 2 баласын аяқтандырып, енді өздері үшін өмір сүретін уақыт келгендей көрінген. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. Күйеуі Болат соңғы бірнеше жылдан бері вахталық жұмыста істейтін. Кейде 3 айға, кейде 4 айға кететін. Биылғы сапары ұзаққа созылып, 6 айлық келісімшартқа қол қойған еді. Сабыр ет, Айман, көзді ашып жұмғанша өте шығады, деген болатын жолға шығар алдында. Айман күлімсіреп бас изегенімен, іштей жалғыздықтың оңай болмайтынын сезген. Алғашқы апталар қалыпты өтті. Таңертең тұрып Алласын сыпырады, бақшасын суарады, кешке қызымен сөйлеседі. Бірақ үйдегі ер адамның жоқтығы біртіндеп байқала бастады. Бір күні ауладағы су құбыры жарылып кетті. Айман телефон ұстап біраз тұрды. Кімді шақырарын білмеді. Сол кезде телефон шырылдады. Экранда күйеуінің әпкесінің күйеуі Серіктің аты шықты. Сәлем қарындас, қалайсың? Жақсы ғой. Болат хабарласты. Жалғыз жүрген соң жағдайыңды біліп тұршы деді. Рахмет. Бірдеңе керек болса айт. Айман су құбыры жайлы айтып қалды. Ой, соны неге айтпайсың? Қазір барамын. Арада 40 минут өтпей жатып Серік жетіп келді. Қолында құрал саймандар бар. 1 сағаттың ішінде құбырды жөндеп шықты. Міне болды. Рахмет жезде. Рахметтің қажеті жоқ, туыс емеспіз бе? Айман шынымен риза болды. Сол күннен кейін Серік анда-санда хабарласып тұрды. Отын жеткілікті ме? Жақсы. Көмір керек емес пе? Жоқ. Бірдеңе болса айт. Айман оның қамқорлығын туыстық жанашырлық деп қабылдады. Бір аптадан кейін аула қақпасының ілгегі сынып қалды. Тағы да Серік келді. Тағы жөндеп берді. Кетерінде, жалғыз әйелге қиын ғой деді. Үйреніп кеттім. Әйел адам бәрібір әйел адам. Айман ол сөзге аса мән бермеді. Кешке Болат телефон соқты. Серік барып жүр ме? Иә, көмектесіп жүр. Жақсы екен. Мен де соған айтқанмын, қарасып тұр деп. Айманның көңілі жайланды. Демек бәрі күйеуінің өтінішімен болып жатыр. Келесі күндері Серік жиі келе бастады. Бірде алма ағаштарының бұтағын кесіп берді. Бірде шатырдың бір жерін бекітіп берді. Бірде аула шамын ауыстырды. Айман оны мұнша уақыт тауып жүргеніне таңғалатын. Жезде, өз үйіңіз жоқ па? Серік күліп жіберді. Бар ғой, бірақ сен жалғызсың. Мен бала емеспін ғой. Білем. Осы жолы оның көзқарасы Айманға бір түрлі көрінді. Бірақ ол ойын тез ысырып тастады. Артық ойлап кеттім ау деді ішінен. Күздің салқын кештерінің бірі еді. Жаңбыр сіркіреп тұрды. Айман ас үйде шай ішіп отырған. Қақпа тарсылдады. Терезеден қараса, Серік екен. Қолында пакет. Кіріңіз. Мынау саған. Пакеттің ішінде жеміс-жидек пен тәттілер бар екен. Бұның не қажеті бар? Көңіл ғой. Артық шығынданыпсыз. Кейде адамды ойлайтын жан болу керек. Айман үндемеді. Бұл сөз оған тосындау естілді. Серік шай ішіп отырғанда әңгімені соза берді. Жалғыздық қиын ба? Кейде. Болат көп кетеді екен. Жұмыс қой. Әйел адамға көңіл бөлу де керек. Айман әңгіменің бағытын ұнатпады. Бәрі жақсы. Жақсы болса болғаны. Серік көп ұзамай кетіп қалды. Бірақ сол кештен кейін Айманның ішінде түсініксіз бір сезім пайда болды. Нақты не екенін өзі де білмеді. Бір нәрсе дұрыс емес секілді. Арада тағы бірнеше күн өтті. Бір күні көрші Гүлнар апай дүкеннің алдында жолықты. Әңгімелесіп тұрып кенет, Серік жиі келіп жүр ғой деді. Иә, көмектесіп жүр. Гүлнар апай бір сәт үнсіз қалды. Сақ болған дұрыс қызым. Неге? Жай, адамдар әртүрлі болады. Айман таңырқап қалды. Не айтқыңыз келіп тұр? Ештеңе. Өзімнің айтарым сол. Қарт әйел бұрылып кетіп қалды. Айман үйге қайтқанша сол сөздерді ойлап келді. Бірақ нақты не меңзегенін түсінбеді. Сол түні ұйықтар алдында телефонын қолына алды. Күйеуінен хабар келген екен. Оны оқып отырып байқамай, басқа чаттарды ашып қалды. Сол кезде көзі бір нәрсеге түсті. Күндіз Серік жіберген хабарлама. Ол хабарламаны жұмыстан қол босамай байқамаған екен. Хабарламада бір-ақ сөйлем жазылып тұрды. Кейде сенің жалғыз жүргеніңе қатты уайымдаймын. Айман ұзақ қарап қалды.
Бұл жай ғана туыстық жанашырлық па? Әлде оның астарында басқа мағына бар ма? Ол жауап жазбады. Бірақ дәл сол түні алғаш рет жездесінің көмегі шын мәнінде неліктен көбейгені туралы ойланды. Серіктің хабарламасын көрген түні Айман ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Кейде сенің жалғыз жүргеніңе қатты уайымдаймын. Бір қарағанда қарапайым сөз сияқты, бірақ неге екені белгісіз, оның көңіліне күмән ұялатқан. Таңертең оянғанда өзін өзі сөкті. Не болып қалды маған? Адам көмектесіп жүр ғой. Сөйтіп күнделікті тірлігіне кірісті. Алайда Гүлнар апайдың ескертуі де түнгі хабарламада ойынан кетпеді. Түске қарай телефоны тағы шырылдады. Серік екен. Сәлем қарындас. Сәлеметсіз бе? Дүкенге бара жатырмын. Саған бірдеңе керек емес пе? Жоқ, рахмет. Йолма. Шынымен керек емес. Жарайды, әңгіме аяқталды. Бірақ жарты сағат өтпей тағы хабарласты. Айман, үйде отырсың ба? Иә. Жолым түсіп барады, кіріп шығайын. Айманның бас тартуға еш себебі жоқ еді. Келе беріңіз. Серікке келгенде қолында тағы пакет болды. Бұл жолы қымбат шай мен тәттілер алып келіпті. Мұның бәрі неге? Саған деп алдым. Әуре болмаңыз. Әуре емес. Айман пакетке қарап қалды. Бұрын мұндай сыйлықтарды күйеуі жиі ала бермейтін. Ішінде тағы да бір түсініксіз сезім пайда болды. Шай үстінде Серік бұрынғыдан ашық сөйлей бастады. Балалар бөлек кетті ме? Иә. Үй бос қалған шығар. Үйреніп кеттім. Кейде адамға сөйлесетін жан керек қой. Айман үндемеді. Сен бұрынғыдай емессің. Қалай? Қартаймағансың. Айман алғаш рет ыңғайсызданды. 50-ге келдік қой. 50 деген жас емес қазір. Айман әңгімені басқа жаққа бұруға тырысты. Жеңгем қалай? Жақсы. Балалар ше? Олар да жақсы. Бірақ Серік қайтадан әңгімені өзіне бұруға келетін. Бұл бұрын байқалмаған нәрсе еді. Кетер кезде аулада біраз тұрды. Бірдеңе керек болса, кез келген уақытта хабарлас. Жарайды. Күндіз де, түнде де. Айман бір сәт тосылып қалды. Түнде не үшін? Серік күліп жіберді. Әйтеуір айтып тұрмын. Ол кетіп қалған соң Айман біразға дейін қақпа алдында тұрды. Жүрегі мазасыздана бастаған. Сол күні кешке қызы Айнұр хабарласты. Әдеттегідей жағдай сұрады. Біраз сөйлескеннен кейін Айман байқамай, Серік жезде жиі келіп жүр, деді. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Қаншалықты жиі? Аптасына бірнеше рет. Әкең сұраған шығар. Иә. Анашым, бәрібір сақ болыңыз. Неге бәрін солай дейсіңдер? Жай айтып тұрмын. Айман таңырқап қалды. Алдымен Гүлнар апай, енді қызы. Бәрі бір нәрсені сезетіндей, тек өзі ғана түсінбейтін секілді. Келесі күні күтпеген жағдай болды. Айман базарға барып қайтқан. Үйіне жақындағанда көшенің бұрылысынан Серіктің көлігін көрді. Бірақ қызығы, ол үйінің алдында емес еді. Көлік жол жиегінде тоқтап тұрған. Ішінде Серік отыр. Айманды байқамаған сияқты. Бірнеше минут өткенде ғана көлік орнынан қозғалды. Айман аң-таң болды. Мұнда не істеп отырды? Үйге келіп ойланды. Бәлкім кездейсоқтық шығар. Бәлкім біреуді күткен шығар. Өзін өзі тыныштандыруға тырысты. Бірақ күдік бұрынғыдан күшейе түсті. Кешке тағы хабарлама келді. Бұл жолы сөз қысқа болды. Үйге аман жеттің де? Айманның жүрегі зу ете қалды. Ол базардан қайтқанын Серік қайдан білді? Өйткені ол ешкімге айтпаған еді. Телефонды қолына алып ұзақ отырды. Сосын қысқа ғана жауап жазды. Жеттім. 1 минут өтпей жауап келді. Жақсы екен, уайымдап отырдым. Айман экранға үнсіз қарап қалды. Енді бұл қарапайым қамқорлыққа ұқсамайтын. Ол түнде Гүлнар апайдың сөзін қайта есіне алды. Сақ болғаның дұрыс. Бірақ ең үлкен күдік келесі күні пайда болды. Таңертең аула сыпырып жүргенде қақпа сыртынан екі әйелдің әңгімесі естілді. Олар Айманды байқамаған сияқты. Анау Серік тағы келіп жүр ме? Иә, көріп жүрмін. Біртүрлі өзі. Бұрында сондай болған дейді ғой. Әйелдердің дауысы алыстап кетті. Айман тұрған жерінде қатып қалды. Бұрында сондай болған дейді ғой. Бұл сөз оның көңіліне маза бермеді. Ал сол күні кешке Серіктен тағы хабарлама келді. Бірақ бұл жолғы сөздер бұрынғылардан әлде қайда тосын еді. Кейде сенімен сөйлескенде өзімді ерекше жақсы сезінемін. Айманның жүрегі тарс ете қалды. Серіктен соңғы хабарламасын оқыған түні Айман қатты ашуланды. Кейде сенімен сөйлескенде
өзімді ерекше жақсы сезінемін. Бұл сөздерді туыс адам жазбайтынын ол жақсы түсінді. Бірақ бірден дау шығарғысы келмеді. Мүмкін қателесіп тұрған шығармын деп өзін сабырға шақырды. Сол себепті жауап жазған жоқ. Келесі күні таңертең Серік қайта хабарласты. Кеше жазғанымды көрдің бе? Көрдім. Жауап бермедім ғой. Жұмыс болды. Ренжіп қалдың ба? Жоқ. Айман әңгімені қысқа қайырды. Бірақ Серік бұрынғыдай емес еді. Дауысынан біртүрлі еркіндік сезілді. Сол күні кешке ауылдағы туыстары хабарласып, алдағы сенбіде үлкен той болатынын айтты. Барлығы шақырылған. Айман да баруға келісті. Сенбі күні ауыл сыртындағы мейрамхана адамға лық толды. Той қызу өтіп жатты. Айман бірнеше таныстарымен бір үстелде отырды. Біраз уақыттан кейін Серіктің өзіне қайта-қайта қарап отырғанын байқады. Бұрын мұндайды байқамаған. Не байқамауға тырысқан. Бір кезде ол орын ауыстырып, Айман отырған үстелге жақындап келді. Жалғыз отырсын ба? Жоқ, бәрі осында. Көңіл күйің жақсы ма? Жақсы. Айман қысқа жауап берді. Бірақ Серік кетпеді. Әңгіме іздеп тұрғандай. Осы кезде қастарындағы әйелдердің бірі. Айман әпше, жасарып кетіпсіз ғой, деп күлді. Сол сәтте Серік сөзге араласты. Рас айтады. Айман үндемеді. Кейбір әйелдер 50-ге келгенде де әдемілігін жоғалтпайды. Үстелдегілер жай ғана әзіл ретінде қабылдады. Бірақ Айманның көңіліне бұл сөз шақпады. Той аяқталған кезде түн болып кеткен. Көп адам үйлеріне тарай бастады. Айман такси шақырмақ болды. Сол кезде Серік қасына келді. Мен апарып тастайын. Қажет жоқ. Бір ауылға барамыз ғой. Таксимен ақ қайтамын. Не үшін ақша шашасын? Айман көп ойланбай келісті. Өйткені жол қысқа болатын. Алғашында бәрі тыныш өтті. Көлік қараңғы жолмен баяу келе жатты. Радио ақырын ойнап тұр. Бірнеше минут бойы ешкім сөйлемеді. Кенет Серік сөз бастады. Айман. Иә? Саған бір нәрсе айтқым келеді. Айман терезеге қарап отырды. Айта беріңіз. Соңғы уақытта сен туралы көп ойлаймын. Айман бірден оған қарады. Не? Шынымды айтып тұрмын. Түсінбедім. Серік терең дем алды. Сен жақсы әйелсің. Оныңызды білемін. Жоқ, сен түсінбей тұрсың. Айманның жүрегі жиі соға бастады. Жезде, әңгімені тоқтатайық. Бірақ Серік тоқтамады. Болат айлап үйде болмайды. Ол жұмыс істеп жүр. Білемін. Онда сен де адамсың ғой. Айман ашулана бастады. Нені меңзеп тұрсыз? Көлік баяулай түсті. Серік жол жиегіне тоқтады. Айманның мазасы кетті. Неге тоқтадыңыз? Бір рет сөйлесіп алайық дедім. Айтыңыз. Серік оған тіке қарады. Мен сені бұрыннан ұнатамын. Айман естігеніне сенбей қалды. Бірнеше секунд үнсіз отырды. Не дедіңіз? Шындық. Сіз есіңіздесіз бе? Әбден. Мен сіздің қайныңыздың әйелімін. Білемін. Жеңгемнің күйеусіз. Білемін. Айманның ашуы қайнай бастады. Онда мұндай сөздерді қалай айтып отырсыз? Мен сезімімді жасыра алмадым. Тоқтаңыз! Айманның даусы қатты шықты. Бұдан кейін мұндай әңгімені естімеймін. Серік үндемеді. Үйге апарыңыз. Айман, үйге апарыңыз. Бірнеше секундтан кейін көлік қайта қозғалды. Қалған жол үнсіз өтті. Үйдің алдына келгенде Айман бірден түсіп қалды. Қақпаға жеткенде артынан Серіктің даусы естілді. Ойланып көр. Айман артына бұрылды. Ешқашан. Ол үйге кіріп кетті. Сол түні көз ілмады. Басы сан ойға толды. Ашуланды, жиіркенді, өкпеледі. Ең қиыны, мұның бәрі өздерінің туысы болған адамнан шыққан еді. Түн ортасында телефоны дірілдеді. Хабарлама келген. Жіберуші кім екенін болжау қиын емес еді. Айман ашып оқыды. Кешір, бірақ айтпай жүре алмадым. Бір минуттан кейін тағы бір хабарлама келді. Бұл әңгімені ешкімге айтпай-ақ қояйық. Айман экранға ұзақ қарап отырды. Осы сәтте ол маңызды шешім қабылдады. Барлық хабарламаны өшірмей сақтап қоятын болды. Өйткені Серіктің мұнымен тоқтамайтынын оның жүрегі сезген еді. Тойдан кейінгі оқиғадан соң Айманның Серікке деген көзқарасы түбегейлі өзгерді.
Бұрын ол жездесін туыс, отбасының бір мүшесі ретінде көретін, ал енді оның әр сөзі мен әрекетінен жасырын мақсат іздейтін болды. Ең өкініштісі, күдігі бекер емес екенін өзі де түсініп тұрған. Таңертең оянған бойда телефонын қарады. Түнде келген 2 хабарлама орнында тұр. Оларды қайта оқығысы келмеді, бірақ өшіріп те тастамады. Керек болып қалар, деп ойлады. Күні бойы серттен хабар болған жоқ. Бұл Айманға сәл тыныштық сыйлағандай болды. Бірақ кешке қарай телефоны тағы да дірілдеді. Серік. Айман хабарламаны ашпады. Бірнеше минуттан кейін тағы келді. Сосын тағы. Ақыры қарап көрді. Сөйлесуіміз керек. Ренжіме. Мен сені қинағым келмейді. Айман жауап жазбады. Телефонды үстен үстіне қойып кетті. Бірақ түн ортасында тағы хабарлама келді. Одан кейін тағы. Сағат 1-де, сағат 2-де. Таңға дейін бірнеше рет. Бұл жолы сөздер қысқа болғанмен мазасыздық тудырды. Айман бәрін скриншотқа түсіріп сақтап қойды. Келесі күні ол базарға бармақ болды. Үйден шыққанда көңілі ауыр еді. Өзін біреу бақылап жүргендей сезім кетпейтін. Базардан қайтып келе жатқанда дүкен алдында Гүлнар апайға жолықты. Қызым, өңің қашып кетіпті ғой. Аздап шаршап жүрмін. Әлгадан тыныш қоймай жүрме? Айман селк ете қалды. Кім? Өзім түсініп тұрмын ғой. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Айман болған жағдайдың бір бөлігін айтып берді. Гүлнар апай күрсініп жіберді. Мен бекер ескертпеген екенмін. Нені білесіз? Көп нәрсе естігенмін. Қандай нәрсе? Қарт әйел жан-жағына қарап алды. Бұрын да сондай әңгімелер болған. Қандай әңгімелер? Нақтысын білмеймін. Бірақ әйелдер туралы сөздер шыққан. Айманның көңілі одан сайын бұзылды. Үйіне келген соң ұзақ ойланды. Мүмкін бәрін Болатқа айту керек шығар. Бірақ күйеуінің жұмыста жүргенін ойлады. Мыңдаған шақырым жерде, ауыр жұмыстың ортасында. Қазір айтса, бәрін тастап келуі мүмкін. Сондықтан асықпауға шешім қабылдады. Бірақ дәл сол кеште күтпеген жағдай болды. Телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Алғашында ашқысы келмеді. Кейін қызықтап қарап көрді. Жазылған сөздерден жүрегі мұздап кетті. Сен маған неге жауап бермей жүрсің? Айман бірден түсінді. Бұл Серік еді. Ол басқа нөмірден жазып отырған. Айман жауап бермеді. Бірақ арада 2 минут өтпей тағы хабарлама келді. Мен жаман адам емеспін. Тағы біреу. Тек сөйлесейік. Тағы. Қорқпа. Айман телефонын өшіріп тастады. Сол түні алғаш рет шын мәнінде қорқа бастады. Өйткені бұл жай ғана сезім айту емес еді. Бұл шектен шығуға айналып бара жатқандай көрінді. Келесі күні таңертең ауылдағы жұмыстармен жүріп, пошта жәшігін ашты. Ішінде шағын ақ конверт жатыр екен. Айман таңғалды. Ешқандай мекен-жай жоқ. Ешқандай белгі жоқ. Тек ішінде бір парақ қағаз. Ол ашып оқыды. Қағазда қысқа ғана сөйлем жазылған еді. Сені алғаш көрген күннен ұнаттым. Айманның қолы дір ете қалды. Жазуды таныды. Бұл Серіктің қолтаңбасы еді. Енді күмән қалмаған. Барлығы анық болған. Ол қағазды да сақтап қойды. Кешке жұмыстан шаршап келгендей болып диванға отырды. Алдында телефон. Телефонда ондаған хабарлама. Үстелде хат. Барлығы бір адамның әрекеті. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл жағдай өздігінен тоқтамайды. Егер үнсіз жүре берсе, ертең одан да сорақ нәрсе болуы мүмкін. Дәл сол кезде телефонына күйеуі Болаттан қоңырау келді. Әдеттегідей хал жағдай сұрады. Біраз сөйлескен соң, тағы 2 айдан кейін үйгемін, деді қуанып. Айман үнсіз қалды. Өйткені дәл сол сәтте оның көкейінде басқа ой тұрған еді. 2 ай. Ал Серік күн сайын шектен асып бара жатқан. Әңгіме енді жай ғана ұнату туралы емес екенін Айман анық сезді. Ол күйеуіне бәрін айтатын күн жақындап келе жатқан еді. Келесі бірнеше күн Айман үшін өте ауыр өтті. Серік бұрынғыдай ашық келмейтін болды. Бірақ хабарламалар тоқтамады. Бір нөмірді бұғаттаса, екіншісінен жазатын. Жауап бермесе де өз бетімен сөйлесе беретін. Айман енді оның әр хабарламасын сақтап отырды. Скриншот, хат, қоңыраулардың тізімі. Барлығы жеке папкада жинала бастады. Өйткені бір күні бұлардың қажет болатынын сезіп жүрді. Бір күні түстен кейін үйіне ауылдағы құрбысы Ләззат келді. Шай үстінде әңгімелесіп отырып, Айман ақыры ішіндегі сырын ашты. Барлығын айтпаса да, негізгі жағдайды түсіндірді.
Ләззат үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталған соң ауыр күрсінді. Мен бұндай нәрсені бұрын естігенмін. Айман танығып қарады. Не айтқың келіп отыр? Ашуланба. Айта бер. Бұл бірінші рет болуы мүмкін емес. Айманның жүрегі зу етті. Неге олай дейсің? Ләззат біраз ойланып отырды. Осыдан 3-4 жыл бұрын көрші ауылда сондай әңгіме шыққан. Қандай әңгіме? Бір әйелге тым жақындасып кеткен дейді. Кейінше дәлел болмаған соң жабылып қалған. Айман үнсіз қалды. Сенімдісің бе? Көзіммен көрген жоқпын, бірақ сөз болған. Айманның көңілі бұрынғыдан бетер құлазды. Сол кеште ол ұзақ ойланды. Егер бұл рас болса, онда мәселе тек өзінде емес. Серік мұндай әрекетті бұрын да жасаған болуы мүмкін. Бұл ой оны одан сайын жиіркендірді. Ертеңіне тағы бір күтпеген жағдай болды. Айман дүкеннен шығып келе жатқанда артынан бір әйел шақырды. Айман! Бұрылып қараса, күйеуінің әпкесі, яғни Серіктің әйелі Жанар екен. Олар амандасып біраз сөйлесті, бірақ Жанардың түрі алаңдаулы көрінді. Бәрі дұрыс па? Деп сұрады Айман. Жанар біраз үнсіз қалды. Мен саған бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұра. Соңғы кезде Серік сен жаққа жиі барып жүр ме? Айманның денесі мұздап кеткендей болды. Неге сұрап тұрсың? Жай ғана. Жанар, бірдеңе болды ма? Жанар көзін тайдырып әкетті. Соңғы кезде өзі өзгеріп кетті. Айман жауап бере алмады. Осы сәтте оның бәрін айтып салғысы келді. Бірақ әлі де нақты қадам жасауға дайын емес еді. Кешке үйіне келген соң тағы бір оқиға болды. Телефонға бейне қоңырау түсті. Серік. Айман көтермеді. Бірнеше секундтан кейін тағы соқты. Тағы. Ақыры тоқтады. Бірақ артынша хабарлама келді. Неге қашып жүрсің? Айман ашуланып кетті. Бірақ жауап жазбады. Бірнеше минуттан кейін тағы бір хабарлама келді. Оны оқығанда денесі тітіркеніп кетті. Сен де мені түсінесің деп ойлағанмын. Осы жолы Айман үнсіз қалмауға шешім қабылдады. Қысқа ғана жауап жазды. Маған енді еш қашан жазбаңыз. 1 минут өтпей жауап келді. Онда бәрін өзім айтуыма тура келеді. Айманның жүрегі тарс ете қалды. Бұл не деген сөз? Қандай бәрін? Қандай айту? Ол қайта жазды. Нені меңзеп тұрсыз? Бірақ жауап келген жоқ. Түн тыныш өтті. Алайда келесі күні таңертең бәрі күрт өзгерді. Айман ауылда жүргенде көршісі асығып келді. Естідің бе? Мені. Ауылда әңгіме тарап жатыр. Айманның жүрегі бірден жамандықты сезді. Қандай әңгіме? Сен туралы. Айманның өңі қашып кетті. Не айтып жатыр? Көршісі ыңғайсызданып қалды. Біреу сен мен Серік туралы өсек таратып жүр. Айман бір сәтке тілсіз қалды. Құлағы шулап кеткендей болды. Не? Мен өзім сенбеймін, бірақ адамдар айтып жатыр. Айман ашудан дірілдей бастады. Көз алдына бірден Серіктің кешегі сөзі келді. Онда бәрін өзім айтуыма тура келеді. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Біреу өтірік әңгіме тарата бастаған. Және оның кім екенін болжау қиын емес еді. Айман үйге кіріп ноутбугын ашты. Барлық скриншоттарда қайта қарап шықты. Хабарламалар, қоңыраулар, хат, барлығы орнында. Ол папканы жауып қойды. Сосын күйеуінің нөмірін ашты. Саусағы қоңырау батырмасының үстінде ұзақ тұрды. Енді үндемей жүру мүмкін емес еді. Шындықты айтатын уақыт келген болатын. Ал Болаттың үйге қайтуына бір айдан сәл ғана көп уақыт қалған еді. Айман күйеуінің нөміріне ұзақ қарап отырды. Соңында терең дем алып қоңырау шалды. Телефон бірнеше рет шақырғаннан кейін Болат көтерді. Айман, амансың ба? Даусынан әдеттегі көңілділік байқалды. Бірақ Айман сөйлей алмай қалды. Не болды? Болат, саған маңызды нәрсе айтуым керек. Күйеуі бірден байыпты, қалыпқа көшті. Не болды? Сол түні Айман бәрін айтты. Басынан аяғына дейін. Серіктің алғашқы көмегі, хабарламалар, тойдан кейінгі әңгіме, хат, өсек, барлығы. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Болаттың ауыр демалған естілді. Дәлелдер бар ма? Бар. Бәрін сақтадың ба? Иә. Ештеңені өшірме.
Оның даусы бұрынғыдан суық шықты. Айман күйеуін алғаш рет осылай естігендей болды. Сен кінәлі емессің. Білемін. Ең бастысы, үндемей жүре бермегенің дұрыс болған. Сол түні олар ұзақ сөйлесті. Бір аптадан кейін күтпеген жаңалық келді. Болат вахтадағы жұмысын аяқтамай, мерзімнен бұрын қайтатын болды. Айман оның келетін ешкімге айтпады, тіпті балаларына да. Тек күтті. Күздің салқын күні еді. Түстен кейін аула қақпасы ашылды. Айман сыртқа жүгіріп шықты. Болат келген екен. Бірнеше ай көрмеген жұбайын көргенде көзіне жас келді. Олар ұзақ үнсіз құшақтасып тұрды. Бірақ бұл кездесудің артында ауыр мәселе тұрғанын екеуі де білетін. Сол кеште Болат барлық дәлелдерді қарап шықты. Бір хабарлама, екінші хабарлама, үшінші хабарлама. Хаттың суреті, қоңыраулар тізімі, скриншоттар. Бәрін соңына дейін оқып шықты. Сосын телефонды үстел үстіне қойды. Енді бәрі анық. Айман оның көзінен ренішті көрді. Бірақ бұл реніш өзіне емес еді. Келесі күні Болат әпкесіне хабарласты, Жанарға. Кешке келіңіздер. Не болып қалды? Келген соң сөйлесеміз. Даусынан ақ маңызды әңгіме екенін түсінгендей болды. Кешке үйге Жанар мен Серік келді. Үй ішіндегі атмосфера ауыр еді. Ешкім әзілдеспеді. Ешкім артық сөйлемеді. Болат ортадағы үстелге телефонды қойды. Сосын Серікке қарады. Мен саған бір сұрақ қоям. Серік тыныш отырды. Осы хабарламаларды сен жаздың ба? Экранда алғашқы хат ашық тұрды. Серіктің жүзі өзгеріп кетті, бірақ өзін ұстап қалуға тырысты. Ол «я» немесе «жоқ». Бірнеше секунд өтті. «Я». Жанар күйеуіне аң-таң болып қарады. «Не айтып отырсың?» Болат келесі скриншотты ашты. Одан кейін келесісін. Сосын хаттың суретін көрсетті. Үй ішін үнсіздік басты. Жанардың көзіне жас толды. «Серік, бұл не?» Серік жауап таба алмады. Біраздан кейін ол өзін ақтай бастады. «Мен ештеңе істеген жоқпын». «Істемегенде ше?» деді Болат. «Тек сезімімді айттым». «Менің әйеліме ме?» Серік үнсіз қалды. «Мен саған сендім». «Болат, үйімді қара деп тапсырдың». Ал сен не істедің?» Серік басын төмен түсірді. Сол түні көп нәрсе айтылды. Көп шындық ашылды. Жанар көз жасын тыя алмады. Айман үнсіз отырды. Өйткені оның айтары әлде қашан айтылып қойған еді. Дәлелдер бәрін көрсетіп тұрған. Ақыры Серік орнынан тұрды. «Кешіріңдер. Бірақ бұл сөз ештеңені өзгерте алмады. Сенім бір рет бұзылса, бұрынғы қалпына келмейтін еді». Бірнеше ай өткен соң ауылдағы өсекте басылды. Адамдар шындықты білді. Айман ешкімге өзін ақтап жүруге мәжбүр болған жоқ. Өйткені дәлелдер бар еді. Ал шындық уақыт өте келе бәрібір ашылды. Бір күні кешке Айман ауылда отырып шай ішіп отырды. Қарсы алдында Болат отыр. Күзгі күн баяу батып бара жатқан. «Бір нәрсеге қуаныштымын», деді Болат. «Неге? Сен үндемей қалмағаныңа?» Айман күнсіреді. «Мен де». Ол көкжиекке көз тастады. Өмірде қиындық көп. Кейде ең ауыр соққы бөтеннен емес, өзін сенген адамнан келеді. Бірақ адамның қадірі сол қиындық алдында өзін жоғалтпауында. Айман дәл соны түсінген еді.